Құрметті достар, бұл біздің Spring туралы кітабымыз. Spring Master. Бұл жерде бізде Spring бірінші тақырыбымыз, видео сабағымызда. Spring дегеніміз не? Ол қысқаша ақпарат. Екінші главадан бастап Spring жайлы айтылады. Spring деген не? Үшіншісін Springді қалай құрамыз? Төртіншісін абстракцияны қалай қолдану? Бесіншісін жаңағы Springтің көрінетін аймағы деп немесе циклдың өмір сүруін тұрады болады. Алтыншы аспектно ориентированный программирование қолданылады туралы айтылған. Глава 7-де Spring пен Spring MVC, модель Vue және жайлы болады. 8-ші главасында соның жаңағы қолдану, 7-ші теория болса, 8-де сол қолдану бәрін, 9-да жаңағы вебтің көрінісі бойынша финдердің веб түріндегісін, және 10-ші главада сервистер REST сервис жазу, API деген қысқа тілмен API деп айтады көбінесе негізгі. Енді жаңағы REST-тің endpoint деп аталады, немесе осы конечный точка деп аталған. Бұлай қысқаша айтқанда, ол біздің көріп жүрген браузерде теріп жүрген адрес. 12-ші главада источник данықты қолдану, бұл жерде база данықпен жұмыс істеу, дерек қорлармен. 13-те транзакциялармен жүру. Транзакция дегеніміз бір күйден екінші күйге мүлтіксіз өтуді транзакция деп атайды. Прошешкен мысалы 10 мың теңге берсе, 10 мың теңге бізге тура карточкамызға түсу керек, немесе алыну керек біздің. Және жаңа деректерді сақтау, дерек қорлы базаданға байланысты, және приложениемізді тексеру. Осы 15 главаны оқысақ, бізге бастамамыз кішкене пайда болады. Сол себепті осы кітапты оқуға келеді. Мен осы кітаптың екінші главадан бастап мысалдарын көрсетемін. Сол мысалдар біз өзіміздің мысалдарымыз жазып, немесе сол кодты түзеп отырамыз. Сол соған байланысты айтып отырамын. Енді бізге Spring дегеніміз не екенін оқу керек, фреймворк деген не, бірінші бізге соны түсініп алу керек. Одан кейін қай кезде фреймворк қолдану керек, және Spring фреймворк деген не. Енді қысқа тілмен айтқанда, фреймворк Spring нәрсе дегеніміз, бұл программа жазған кезде біз қайталанатын, тұрақты түрде қайталанатын нәрселердің орнына біз өзімізге керек нәрсе код жазу арқылы онымен басымызды қатырмаймыз да. Мысалы, былай қараған кезде, мына кітапта мысал айтылады, Собери сам деген. Мысалы, Икеяның мысалын келтіреді, мебельный фирманың. Сіздерге үйге шкаф келген кезде, допустим, шкаф сатып алдық дейік. Сол шкаф сатып алған кезде сізге бөлшек заттармен келеді. Есік тұрақты түрде есік екенін білесіз, астыңғы есік үсті. Сол нәрселерді жасамау үшін бізге сондай шаблондар болады. Сол шаблонды қолдану арқылы біз арғай оның ішкі жұмыс принципін қарамаймыз. Мысалы, біз машина болса мотор сатып аламыз, және машине құратын болсақ, мотор келді, мотордың ішінде қалай жұмыс істеудің принципі керек емес. Соответственно, біз оған жан-жағына жалғап құрастырып, сонымен машина пайда болады. Мысал ретінде қазір көрсетемін. Енді қай кезде, мысалы, енді кеттік, мынаны талқылайық ырғай. Фреймворк біз код жазған кезде ыңғайландыру үшін қайталана беретін нәрселерді жасамаудың орнына фреймворк болады. Ол фреймворк бізге жаңа неше түрлі инструменттер, функциялар бізге дайын болады. Бірақ біз мына жерде қарасаңыз, оның жаңағы бүкіл мүмкіндіктерін қолдануға міндетті емеспіз. Өзімізге тапсырмамызға байланысты керек нәрсені қолдануға болады. Мысалға, мынау суретте
Икеянын мысалын келтирген. Өзүң жасап ал деген мебельный магазин бар. Ол жерде мысалы мына жерде клиент айтат, шкаф алгым келет дейт. Ол сайтта туруп. Сонымен буган зат алып келген кезде айтат, мен шкаф алгым келет го деген кезде мына жерде бирөө турат. Мына жерде бирөө турат. Мына жерде бирөө. Мына жерде и бир нече компоненттен турат. Эсиги, терезеси, айнасы, полкалар дейик. Сол себепті біз өзімізге жаңағы шкафты алған кезде дейік, мысалы былай құрайық дейік. Ал бізге шкафтың есігін былай қойғымыз. Былай қойғымыз келеді, былай қойғымыз келеді. Немесе жоғары төмен, немесе ішіндегі полкаларды алып тастағымыз келеді. Неше түрлі нәрсемен біз істеу арқылы берген компоненттер бойынша компоненттерін қалай айтсам екен, қарапайым тілмен бөлшектерін, сол бөлшектерін қосу арқылы біз өзімізге керекті шкафты жасай аламыз. Сол себепті Spring Framework бізге де сондай бірнеше бөлшектер болады объект ретінде. Мысалы терезе бөлек болады, айнасы бөлек болады. Соның бәрін жинаған кезде, қосқан кезде бізде шкаф пайда болады. Енді Spring жайлы айтқан кезде, ол жерде Spring'тің үлкен бірнеше проекттерден тұрады. Spring Boot, Spring Data, ол туралы қазір қысқаша айтып кетеміз. Енді ең негізгі Spring'тің ішінде Spring Core деп аталады. Біздің кітап осыған байланысты айтылады 6 главаға дейін, 2-ден бастап мысалдарымыз. Бұл жерде жаңағы біздің контекст туралы, контейнер жайлы туралы айтылады, және жаңағы бір-бірімен объекттердің байланысу туралы ақпарат айтылады. Одан кейін жаңағы Spring MVC біздің қысқаша түрде айтқан кезде өзіміз браузерде көретін сайт сияқты деп айтуға болады. Бізге көретін нәрселер модель дерекқорда сақталады. Мынаны view деп аталады. View дегеніміз көрініс, біз өзіміз сол көрініс, ал мына контроллер деген біз соған бір адресті жазған кезде соған іс әрекет жасайтын жол көрсеткіш деп айтуға болады. Қай жаққа бару керек екенін айтылады. Сонымен байланысты сол қай адреске баруына байланысты ол көрсетіледі, және көрсетілу деректерді модельден алады. Модель негізінен дерекқорда сақталады. Spring Data Access дегеніміз ол жаңағы Spring'тің тағы бір бөлшегі, мынау экосистема Spring'тің. Сол себепті бұл жерде база данықтармен жұмыс істеу, SQL-ді немесе және де SQL мен емес NoSQL деген нәрсе бар, оны айтам. Сабақ мысал болған кезде Spring-ті тексереді. Мысалы негізі міне основа ядросы MVC, осының бәрін айналысында жүреді. Так. Оның ішінде мен сізге inversion of control деген нәрсені түсіндірейік, please. Inversion of control дегеніміз нәрсе, біз мысалы өзіміздің мен қазір көрсетем. Мысалы біз өзіміз Java-да класс құрып new деп жазсақ, мына кітапта мысалы өтсін. Осылай біз өзіміз код жазу керек еді объектісін құру үшін. Ал бұл жерде Spring-тің IOC деген inversion of control, инверсия деген сөздің қазақша аудармасы кері басқару деген сөз. Сондықтан ол айтатын нәрсе, біз мынау person деген өзіміз программист қолмен құрмайды. Біз үшін мынаны контейнер деп айтайын, Spring Framework-сы. Біз үшін Spring Framework өзімізге осыны құрып береді. Бұлай деп түсінуге болады.
Сол себепті IOC Dependency Injection деген нәрсе бар. Ол внедрение зависимости деп аталады, DI. Ол жаңағы мысалы қосалқы бөлшектер, мысалы айтайық, машина деген, машина мотордан тұрады, машина есіктен тұрады. И сол себепті олар бәрін жиналған кезде тәуелділік пайда болады. Сонда бізде машина деп айтқан кезде ол бірнеше объекттерден тұрады деген сөз. Сол себепті бәрі соны DI деген нәрсені соның бәрін ендіру біздіге. Мына жерде мысалы былай көрсетілді. Жаңағы базамен жұмыс істеу туралы қысқаша ақпараттар. Енді спрингтің жаңағы шын өмірде қай жерде қолданады? Шын өмірде қолданатын нәрсесі разработка серверных приложений деп, өйткені ол бэкэндтерге, мысалы бізге фронтта жасалған нәрсе, мынаны фронт деп айтайық. Мобильный приложениеміз, қосымшамыз болсын, веб-сайтымыз болсын. Мынау біріншісіміз бізде сайт болсын. Әжеміз атты. Екеуінің бәрі айналып келген кезде бэк деп аталады. Ол біздің ішкі логиканы серверде орындалатын. Сол үшін жаңағы мына жерде айтылған серверный приложениеге байланысты. Және тестирование жасау үшін десктопный жаңағы кәдімгі мынандай программа сияқты, мынаны десктоп дейді, ашылатын өзіміздің компьютерде экранында. Және мобилкада деп. Екеуі бізде бэкке қатты қолданылған. Енді мынандай нәрсе бар, қай кезде фреймворкты қайта қолданбау керек. Бізде бұл шаблон болғандықтан, бізге ыңғайлы жасағандықтан, аудармасын көрейік қазір. Фреймворк деген сөз қалай аударылады. Каркас, шаблон, каркас, структура. Қараша айтқан кезде заготовка деп айттым, дайын нәрсе деп айттым. Сол сияқты тез код жазу үшін бізге дайын, мысалы оның жаңағы бастапқы құратын нәрселерін біз объекттерді құру деген нәрсені басқа қатырмау, біз өзіміздің кодымыз жаза береміз. И соған байланысты ол біз үшін көп нәрсені, істейтін нәрсені объектіні өзі үшін құрып береді. Бізге ондай жасаудың қажеті жоқ. Бізге фреймворк жазғанмен ыңғайлы. Фреймворктардың түрлері көп, неше түрлі фреймворктар бар. Қай тілде болсын, мысалы Pythonда болса Django, қазір беремін. Мысалы фреймворк Django деп аталады, веб фреймворк Django, Ninja деген фреймворк бар, тоже неге байланысты. Потом C-Sharp'тың фреймворктарын білмейді екенмін. Қарап көрейін. Entity деген несі бар екен. C-Sharp'тікін көрдік. Python'дікін көрдік. Java фреймворктар көрейік. Java Best біріншісінде көрдіңдер ме? Spring тұр. Екіншісінде Struts, Hibernate, Apache Wicked, неше түрлі нәрселер, түрлі шаблон жасайтын. Apache Hadoop. Өмірде бізде қазір рынокқа қарасаңыздар, Java деп іздесеңіздер, мына жерде жұмыстың бәрі байланысты. Backend, Java. Сол себепті бірінші бізге Spring'тің жұмыс істеу үшін сіздерге Java-ның негізін жақсы оқылап түсініп алу керек.
Және де мына roadmap деген сайтымыз бар. Java деп таңдасаңыздар, мына жерде. Осымен негізі Java'ның мен екінші видеом, басқа видео урокторымда плейлистінде соның бәрін рет-ретімен келе жатырмын. Енді қарасаңыздар, міне көрдіңіздер ме? Web Framework, Spring. Spring'ті таңдасаңыздар, міне документациясы тұр. Немесе жаңа басқа гайдтар бар, сонымен оқи аласың. Мына бір кішкентай бөлікті оқығаннан кейін сіздерде одан бөлек жаңа ORM-мен қалай жұмыс істеу керек екенін, дерекқорлармен қалай жұмыс істеу керек, логировать ету, қалай тестировать ету керек, мок, шуточный тестирование деп аталады. Мок деген шутка деген сөз. Сол себепті мен мысалы Spring Boot'тың нақты тағы да жолы бар. Spring Core оқу керек, міне конфигурация, жаңа мен айтқан тәуелділіктерді енгізу, inversion of control туралы айттым, жаңа AOP, MVC, аннотациямен жұмыс істеу, жаңа биннің көрінетін аймағы, қандай терминологиялар бар, транзакциямен жұмыс істеу, Spring Boot'тың жаңа автоконфигурация, актуатор деген нәрсені, Spring'тің қауіпсіздігі, аутентификация мен авторизация деген екенін үйрену. Аутентификация деген біз логин мен пароль тергеніміз. Аутентификация ол базаға барады да, мысалы сіздің логин пароліңіз дұрыс екенін айтады. Авторизация дегеніміз аутентификация өткеннен кейін сіз қай жерге кіруге болады, қай жерге кіруге болмайды деген. Мысалы охранник дейік, охранник бүкіл есіктерге кіре алады, оның кілті бар дейді. Ал біз жай ғана қарапайым адамдар болып бір зданияға ғана кіре аламыз, басқа есіктерге мысалы кіре алмаймыз. Мына облако жайлы, микросервиске байланысты тақырыптар, база данлыққа байланысты жаңа модель view, жаңа соны көрсету и және тестированиясын жолы. Сонымен байланысты осы нәрсені қолдансаңыздар болады. Бұл кітап негізгі қалай бастама кіріспе болғандықтан қашаған ақпарат. Енді мысалы мына жерде айтады, фреймворкты қай жерде қолдануға керек емес. Бұл жерде кейбір кезде кішкентай ғана память алатын, егер фреймворк қолдансаңыз, ол өзінің жеке библиотекаларын интернеттен скачивать етеді. Сонымен байланысты ол программа запускать еткен кезде фреймворк өзіне керекті библиотекаларын біз үшін өзі загрузка жасап орындайды. Сол себепті ол біраз орын алады. Екінші одан кейін жаңағы бір қауіпсіздікке байланысты дейік. Кейбір кезде бір задачалар тапсырмалар болады. Ешқандай фреймворк қолданбай, өзінің бір арнайы шифрованиясы бар, өзінің арнайы технологиясына байланысты, құрғанға байланысты жасауға болады. Және фреймворктың настройкалары көп болғандықтан, оның жаңағы код кішкентайға болса, оны біз вообще қолдану қажет жоқ. Немесе дейді жаңағы, егер сіздің істеп тұрған программаңызды қайтадан фреймворкқа өзгерткен кезде ешқандай нәрсе өзгермейді дейді. Мына жаңа айтып кеттім, кітапты оқу арқылы жаңа немесе roadmap'та да көрсетіп кеттім. Spring'пен жұмыс істеу, REST API жасау, база данлықпен байланыстыру, AOP-пен жұмыс істеу, сол себепті нәрселерді үйренесіз. Енді қысқаша айтып кеткен кезде фреймворк біз үшін шаблон, біз үшін біраз нәрсені жасап береді. Мысалы, бізге монитор керек болса, бізге мониторды өзіміз жалғасақ, ол монитордың ішіндегі істеу процестерін, қай кезде ток қосылады, соның бәрін өзіміз жасап. Біз монитордың сыртын, коробкасын, аяғын, эмблемасын сызып, өзіміз керекті нәрсені қоссақ та болады, қоспасақ та болады. Оны қара түске боясақ та болады, боямасақ та болады. Өзіміздің еркімізде болады. Сонда бізге бастамасын береді. Сол бастамасына байланысты тыңдағаныңызға рахмет. Лайк басып отырыңыздар. Және де тағы да енді ұмытып кеттім сіздерге. Келесі сабақта біз мынау екінші главада оқысаңыздар, мына жерде код тұр, ссылкасы, қай жерден скачать етуге болады. Скачать ету.
Азыр менде скачать этиңиз, скачать этип алыңыздар. Немесе китап таппасаңыздар маган ссылкама жазып жибериңиздер, немесе Telegram группага жазыңыздар. Мен сол жерден түшүндүрөм. Жакшы, сау болуңуздар, аман эсен болуңуздар.